біз 101 деген супермаркетке барғымыз келіп тұр. Содағы бағаларды сіздерге бұйырса көрсетемін. 2 желтоқсан, дала ыстық болып тұр, 21 градус. Мен Түркияда қара қағаз бізде сияқты көрмедім, тек ақ қағазбен қолданады екен. Айтпақшы, Түркияның супермаркеттерінде тек түрік өнімдерін көресіздер. Импорт тауарлар супермаркеттерінде мүлдем жоқ деп айтуға болады. Түріктер тек өздерінен жасалған өнімдерін қолдайды.
түрік мемлекеті импорт тауарларға үлкен налог қояды. Тауарлардың бағалары 2021 жылға қарағанда 3 есе өсіп кетті. Себебі Түркияда үлкен инфляция болды. Сонымен қатар Ресей мен Украинаның арасында болып жатқан соғыс әсер етті. Мынау Кестелдің орталық мешіті біздің үйдің қасымызда орналасқан. Осы видео сіздерге қызықты болған деп үміттенемін. Қайда? Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.